Қымбатты көрермендер, біз әз Наурыз мерекесіне қарсаңында викториналық сұрақтар ұйымдастырдық. Дұрыс жауап берген адамдарға тәтті сыйлығымыз бар. Ендеше кеттік. Наурыз мейрамы қай күн тойланады? 22 наурыз күні. Наурыз мейрамының тарихи және мәдени маңызы қандай? Наурыз мейрамы енді қазақ халқының ата-бабаның дәстүрінен келе жатқан мейрамы. Оның маңызы зор деп ойлаймын, себебі біз ол дәстүрді ары қарай жалғастыруымыз керек. Өз жылына бір келетін мейрам жыл басы деп санаймыз. Сондықтан да мына қыстан аман есен шығып, көктемнің алғашқы мерекесі Наурыз мейрамын біз ары қарай жалғастырамыз деп ойлаймын. Біз үшін өте маңызды. Қазақ халқы ала жіпті қай салт дәстүрде қолданады? Қазақтар ала жіпті тұсау кесерде қолданады. Наурыз қандай мереке? Наурыз 2 hours later. Қойдың сүйегінен ойналатын ұлттық ойын түрі. асық. 3 hours later. Әз Наурызда адамдар қалай киінеді? Әз Наурызда адамдар ұлттық киім киеді. Неліктен Наурыз жаңа жыл деп аталады? Өйткені ол ұлттық мейрам. Наурыз мерекесі қай елдерде тойланады? Наурыз мерекесі бүткіл әлемдегі Түркияда, түркі тілдер елдерінде барлығында Наурыз мерекесі жыл сайын. 14 Наурыз қандай күн? Көрсі күні. Да адамдар бір-біріне не тілейді? Наурызда адамдар бір-біріне жылы лебіз тілейді, жақсы тілек тілейді, жаңағы көктемдей құлпырып, көгеріп, өніп, өсіп жүруді тілейді. Наурыз көжеге неше дақыл салынады? 7 дақыл салынады. Қазақтың ұлттық спорттарын аты? Теңге ілу, көкпар, бәйге. Наурыз парсы тіліне аударғанда қандай мағына білдіреді? Наурыз деген мейрам шығар. Қазақ халқы Наурызда қандай ұлттық тағам ішеді? Көже, қазақи көже. Наурыз көжедегі 7 тағамды атаңыз. Наурыз көжедегі 7 тағам. Тұз, иә? Тұз кіреді. Бидай, сосын қамыр, су, ет, қатық и пияз ба? Келе жатқан әз Наурыз құтты болсын.